Сәлеметсіздер ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Мына елімізде болып жатқан жағдайға байланысты спорт ойындарының бәріне көпшілік жиналуға ешқандай мүмкіншілік жоқ болғандықтан, өзіміздің ауылдың тұрғындары, мына Ахметовтар отбасы өздері мінекей шахмат ойынын көрсетіп, отбасында бос уақытын өткізуде. Әкесі Бақытжан және қызы Назым. Ереже бойынша бірінші жүріс ақтарға беріледі. Сондықтан мен сарбазымды 2 қадам алдыға жүремін. Мен де сарбазбен 1 қадам алдыға жүремін. Екінші жүріс уәзірімді алдыға шығарамын. Мен пілмен, қарада тұрған пілдер қарамен ғана жүреді. Мен пілмен алдыға шығамын. Енді пілімді шығарамын, ақтағы пілімді. Енді мен атпен жүремін. Ат га біраз жүреді. 2 қадам алдыға және 1 қадам шетке. Уәзіріме қауіп сөніп тұр. Сондықтан мен қашамын атқа. Мен атпен артқа қайтамын. Келесі жүріс қарадағы сарбазымды алдыға жүремін. Мен пілмен алдыға жүріп, ханға шах қоямын. Мен пілдің алдын сарбазымен жабамын. Мен пілмен артқа қайтамын. Келесі жүріс тағы да шақ беремін. Енді мат болмау. Ашатын жерім қалмады ғой. Шахмат болды. Мат болды. Осымен ойын аяқталады. Шах и мат болды.